Бүгін маңғыстаулықтар әлеуметтік желі арқылы тікелей эфирде ананың ақ сүті қойылымын тамашалады. Драматург Өтен Ахметовтың бұл шығармасы жастарда ананың сүтін ақтауға шақырады. Сондай-ақ қоғамдағы өзекті мәселелердің бірі жастарда жат ағымның жетегіне ермей адами қасиеттерді дәріптеуге үндейді. Спектакльде мүгедек анасынан бас тартып қарттар үйіне тапсырған жас жігіттің өмірі көрініс тапқан. Қазіргі таңда біз жаңағы спектакльдерді сахнада қойғанымызбен адам жинай алмаймыз. Сондықтан үйде отырып әр адам жаңағы әлеуметтік желі арқылы тамашалауға мүмкіндік ала алады. Және біз тек қана бұл спектакльмен тоқтап қалмаймыз. Бұдан кейін де көптеген шағын қойылымдардың барлығын осындай онлайн форматта және де шағын қысқаметражды кино етіп түсіру алдағы жоспарымызда тұр. Тікелей эфирдегі кешкі жаңалығымыз осымен тәмам. Амандықта жолығайық.